кіші әлем чемпионаты саналатын Странджа кубогінде бұрын-соңды болмаған Қазақстан құрамасынан 18 боксшы жартылай финалға шықты. Жартылай финалдағы қарсыластарымыз кімдер? Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ боксының жанкүйерлері. Бүгінгі шығарылымда ертең жартылай финалдық кездесуде ұлттық құрама боксшыларына қарсылас атанатын боксшылардың нәтижесімен таныстырып өтемін. Ертең жартылай финалдық кездесулерді бастайтын 2021 жылғы әлем чемпионы Теміртас Жүсіпов жергілікті боксшы, яғни болгариялық Эргунал Сабриге қарсы жекпе-жек өткізетін болады. Қарсыласымызға қысқаша тоқталатын болсақ, 2023 жылғы әлем чемпионатының ширек финалында жеңілген, яғни 3-ші айналымда. Өткен жылғы Сербияда өткен халықаралық турнирдің жеңімпазы. Жалпы Теміртас екеуінің арасында қарымта жекпе-жек өтетін болады. Теміртас пен Эргунал осыған дейін өзара шаршалаң төрін бөлісіп, 2019 жылғы турнирде Теміртас жеңіске жеткен екен. Одан кейін 51 келі салмақ дәрежесінде соңғы Қазақстан чемпионатының жеңімпазы, 2021 жылғы Азия чемпионатының күміс жүлдегері батыс қазақстандық Даниал Сабит, жастар арасында әлем чемпионатының қола жүлдегері және жастар арасында Европа чемпионы, 22 жасқа дейінгі Европа чемпионатының жеңімпазы әзербайжандық Нижат Гусейновке қарсы шаршалаңға көтерілетін болады. Қарсыласымыздың үлкен жетістіктерін жоғарыда атадым. Дегенмен ересектер арасындағы жетістіктеріне тоқталатын болсам, 2024 жылғы алғашқы дүниежүзілік олимпиада жолдамаларын сарапқа салған Италиядағы турнирде Париж олимпиадасының жолдамасын иеленген болатын. Бірақ олимпиада ойындарында алғашқы айналымнан аса алмады. Одан кейін 3-ші болып 54 келі салмақ дәрежесі бойынша соңғы Қазақстан чемпионатының жеңімпазы Тимур Қабдешев франциялық Кристофер Хиппократқа қарсы жекпе-жек өткізетін болады. Қарсыласымыз кеше ширек финалдық кездесуде екі дүркін олимпиада чемпионы өзбекстандық Хасанбай Досматовты үйіне қайтарған болатын. Одан бөлек франциялық боксшының жетістіктеріне көз жүгіртетін болсақ, 2023 жылы Франция чемпионатының күміс жүлдегері атанған. Ақтық бәсекеде Билал Бенамадан жеңілген. Өткен жылғы 23 жасқа дейінгі Европа чемпионатында қола жүлдегері атанған. Кәсіпқой бокста да бір жекпе-жек өткізіп, бүгінгі күнде өзінің салмағында 400-ші орында тұр екен. Одан кейін 57 келі салмақ дәрежесінде соңғы Азия чемпионатының күміс жүлдегері Асылқұлов Оразбек өзбекстандық Худжаназар Нуртаджиевке қарсы шаршалаңға көтерілетін болады. Қарсыласымызға келетін болсақ, өткен жылы 22 жасқа дейінгі Азия чемпионатының қола жүлдегері атанды. Ол жартылай финалда Алтынбек Нұрсұлтаннан жеңілген болатын. Одан бөлек өткен жылы 54 келі салмақ дәрежесі бойынша дәл осы Странджа кубогының иегері атанды. Ал осы жылы, яғни 2025 жылы Өзбекстан кубогының жеңімпазы. Ол ақтық бәсекеде Азия ойындарының жеңімпазы, Азия чемпионы және де әлем чемпионы Миразбек Мирзахалиловтан басым түскен еді. Одан кейін 60 келі салмақ дәрежесінде Қазақстан құрамасынан бірден екі боксшымыз жартылай финалға шықты. Алғашқы болып шаршалаңға көтерілетін 3 дүркін Қазақстан чемпионы Талғат Сырымбетов жергілікті боксшы, яғни болгариялық Радослав Росеновке қарсы жекпе-жек өткізеді. Росеновке келетін болсақ, Париж олимпиадасының қатысушысы. Ол олимпиада ойындарында екінші айналымда канадалық Сенфордқа қарсы жекпе-жекте жеңіліс тапқан болатын. Одан бөлек кадеттер арасында 2 мәрте, жастар арасында 2 мәрте және 23 жасқа дейінгі Европа чемпионаттарының жеңімпазы, яғни 5 мәрте Европа чемпионатында қарсылас шақ келтірмеген. Ересектер арасында да өткен жылы Белградта өткен Европа чемпионатының финалисті атанды. 23 жылғы әлем чемпионатының қатысушысы, Странджа кубогының 2 мәрте жеңімпазы. Талғат екеуінің арасында өте тартысты кездесу өтетін болады. Ал екінші жұпта әлем чемпионатының күміс жүлдегері Серік Теміржанов ирландиялық Адам Хессионға қарсы жекпе-жек өткізетін болады. Бұл боксшы сонау 2018 жылы менің есімде қалған болатын. Ол Германияда өтетін жастар арасындағы дәстүрлі Бранденбург кубогында ақтық бәсекеде Махмуд Сабырханнан жеңілген еді. Жастар арасында Европа чемпионатының жүлдегері атанды. Соңғы Ирландия чемпионатында күміс жүлдегері атанған екен. Ол ақтық бәсекеде кеше Серік Теміржановтан ширек финалда жеңілген Рис Овенске қарсы жекпе-жекте жеңіліс тауып, Теміржановқа сәттілік тілейміз. Одан кейін 63,5 келі салмақ дәрежесінде де Қазақстан құрамасының екі боксшысы жартылай финалға жолдама алған болатын. Алғашқы болып шаршалаңға көтерілетін Азия ойындарының қола жүлдегері өткен жылғы Қазақстан чемпионы Ертуған Зейнуллинов. Ол жартылай финалдық кездесуде жергілікті боксшы Викторио Элиевке қарсы жекпе-жек өткізетін болады. Элиевке келетін болсақ, 2006 жылы туылған, жастар буынынан енді ересектерге ауысқан жас боксшылардың бірі. Мен оны өткен жылы алғашқы рет Будвада өткен жастар арасындағы әлем кубогының аясында Қазақстан құрамасының боксшысы Ахмет Үсеннен басым түскен сәтін көрдім. Өткен жылғы Будвада өткен жастар арасындағы әлем чемпионатында да өз бағын сынап көрген боксшы. Одан кейін шаршалаңға көтерілетін Париж олимпиадасының қатысушысы Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы. Ол да ирландиялық Дэн Клинциге қарсы жекпе-жек өткізетін болады. Қарсыласымызға тоқталатын болсақ, ол 2023 жылғы Польшада өткен Европа ойындарының қола жүлдегері. Жастар арасында Европа чемпионатында күміс жүлдегер атанған. Бірнеше мәрте әлем чемпионаттарына қатысып, тәжірибесі шыңдалған боксшылардың бірі. Және осы жылы, яғни 2025 жылғы Ирландия чемпионатының жеңімпазы. Ал осы турнир барысында өзбекстандық қандасымыз Саят Лясовтан алғашқы айналымда басым түскен болатын. Одан кейін шаршалаңға 4 дүркін Азия чемпионы, жастар арасында әлем чемпионатының үздік боксшысы, әлем чемпионы
Бүгінгі күнде 67 келі салмақ дәрежесінде ел тізгінін ұстаған Төрехан Сабырхан шығады. Оған қарсы әзербайжандық боксшы Наби Искандаров қарсылас атанатын болады. Қарсыласымызға тоқталатын болсақ, ол ең соңғы, яғни 2024 жылғы желтоқсан айында өткен Әзербайжан чемпионатының жеңімпазы. Өткен жылғы Европа чемпионатының ширек финалында Олимпиада ойындарының жүлдегері грузиялық Лаша Гурилиге қарсы кездесуде жеңіліс тапқан. Ташкентте өткен әлем чемпионатында да екінші айналымда ресейлік Тархан Эдиевтен аса алмаған. Польша, Сербияда өткен халықаралық турнирлердің жеңімпазы. Одан бөлек IBA-дің алтын белбеуі атты Марокконың Маракеш қаласында өткен халықаралық турнирде де өзін жақсы қырынан көрсетіп жеңімпаз атанған болатын. Сол кезде ресейлік Тархан Эдиевтен басым түсіп еді. Одан бөлек 2024 жылы Ақтау қаласында өткен Шоқыр Бөлтекұлын еске алуға арналған халықаралық турнирде 71 келі салмақ дәрежесі бойынша жарыс жеңімпаз атанды. Жартылай финалда қазақстандық Алишер Абдуалимді жеңсе, ақтық бәсекеде өткен жылғы Өзбекстан чемпионы Камранбек Тургынбаевтан айласын асырған екен. Одан бөлек 24 жылы Жібек жолы атты Бакуде өтетін дәстүрлі турнирдің ширек финалында қазақстандық Дархан Дүйсебайдан жеңіліс тапқан болатын. Төреханға сәттілік тілейміз. Осындай азулы қарсыластар арқылы алда өтетін әлем чемпионаттары мен ресми старттарға дайын болатын боламыз. Одан кейін 71 келі салмақ дәрежесі бойынша бұл салмақта да Қазақстан құрамасынан 2 боксшымыз жартылай финалға жолдама алған болатын. Алғашқы болып шашаланға көтерілетін соңғы Азия чемпионатының жеңімпазы Абылайхан Жүсіпов италиялық Габриэль Гведи Ронтаниге қарсы жекпе-жек өткізетін болады. Қарсыласымыз жас боксшы, 2004 жылы дүниеге келген. Жастар арасында Европа чемпионатының күміс жүлдегері. 2024 жылдың желтоқсан айында өткен Италия чемпионатында жеңімпаз атанып, бүгінгі күнде осы мемлекеттің бірінші нөмірлі боксшысы. Одан кейін шашаланға көтерілетін Фаруқ Тоқтасынов косовалық Лорис Идризиге қарсы жекпе-жек өткізетін болады. Қарсыласымыздың алып баратқандай нәтижесі жоқ. 23 жылы Странжа кубогында жүлдегер атанған. Жартылай финалда Париж Олимпиадасының жеңімпазы Асатходжа Мудинходжаевтан жеңілген. Одан кейін 75 келі салмақ дәрежесі бойынша да ұлттық құрама 2 боксшымен жартылай финалға шыққан болатын. Алғашқысы жастар арасында әлем чемпионы, 22 жасқа дейінгі жастар арасындағы Азия чемпионы, соңғы Қазақстан чемпионатының 71 келі салмақ дәрежесіндегі жеңімпазы Сабыржан Аққалықов жергілікті боксшы Рами Киванға қарсы жекпе-жек өткізетін болады. Рами Болгария құрамасындағы боксшылардың арасындағы ең тәжірибелі боксшылардың бірі. Бұл боксшыны мен сонау 2017 жылдан бері танимын. 75 келі салмақ дәрежесі бойынша Болгарияда өткен халықаралық турнирлердің бірінде біздің Нұрбек Оралбайға жеңілген болатын. Ұлттық құрама боксшыларының арасынан 2 мәрте Нұрғанат Райыстанда басым түсті. Ересектер арасында 2022 және 2024 жылдар аралығында 2 мәрте Европа чемпионы атанды. 75 келі салмақ дәрежесі Олимпиада ойындарының ережесіне қосылмағандықтан салмағын 71 келіге сүріп Париж Олимпиадасына қатысқан болатын. Ол жерде де 2 жекпе-жекті жеңгенімен ширек финалдық кездесуде америкалық Омари Джонсқа қарсы жекпе-жекте жеңілді. Сабыржан үшін жай жекпе-жек өтпейді. Бәсекелестікте жоғары деңгейде болады. Одан бөлек төрешілердің де бүйрегі Рамиға бұрылып жатырса таңғалмаймыз. Дегенмен бұл бокс отандасымызға сенеміз. Одан кейін шашаланға соңғы Қазақстан чемпионатының жеңімпазы, 2019 жылғы Қазақстан спартакиадасының жеңімпазы, 21 жылғы әскерилер арасындағы әлем чемпионы Тимур Нұрсейітов, өзбекстандық жастар арасында әлем чемпионы, 2 дүркін Азия чемпионы және ересектер арасында да соңғы Азия чемпионатының жеңімпазы Джавахир Уматалиевке қарсы жекпе-жек өткізетін болады. Одан кейін 80 келі салмақ дәрежесінде соңғы Азия чемпионатының қола жүлдегері Ерасыл Жақыпбек ұлыбританиялық Оладимиджи Шитуге қарсы жекпе-жек өткізетін болады. Қарсыласымыз 2024 жылғы Ұлыбритания чемпионы. Одан бөлек World Boxing ұйымы ұйымдастырған Ұлыбританияның Шеффилд қаласында өткен әлем кубогының иегері атанған. 3 жекпе-жек өткізіп, әлем кубогының чемпионы болған болатын. Одан кейін 86 келі салмақ дәрежесінде. Бұл салмақта да Қазақстан құрамасынан 2 боксшы жартылай финалға шықты. Алғашқы болып шашаланға көтерілетін әлем чемпионы және Париж Олимпиадасының күміс жүлдегері Нұрбек Оралбай. Жергілікті боксшы жастар арасында әлем чемпионатының қола жүлдегері Болдыров Семенға қарсы жекпе-жек өткізетін болады. Болдыров Төрехан Сабырхандармен бірге өткен жылғы Будвада өткен әлем чемпионаты барысында 80 келі салмақ дәрежесі бойынша қола жүлдегер атанған болатын. Одан кейін шашаланға Азия және әлем чемпионы Бекзат Нұрдәулетов Израиль мемлекетінің боксшысы Ян Закқа қарсы жекпе-жек өткізетін болады. Қарсыласымызға тоқталатын болсақ, 2000 жылы дүниеге келген боксшы, 22 жасқа дейінгі Европа чемпионы 2022 жылға. Осыған дейін 92 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсетіп келген. Олимпиада ойындарының дүниежүзілік іріктеу турнирлерінің екеуіне де қатысқан. Бірінде әзербайжандық Лоренцо Альфонсоға жеңілсе, екіншісінде түрік боксшысы Мучаид Ильястан айласын асыра алмаған екен. Ташкенттегі әлем чемпионатында да
армян боксшысы Рафаэль Оганесянға чемпионатының алғашқы айналымында жеңілген. Жалпы осы уақытқа дейін қазақстандық боксшылармен жолы түйіспеген екен. Одан кейін 92 келі салмақ дәрежесінде соңғы Қазақстан чемпионы Данияр Рахымбердинов грек боксшысы Вангелис Нанитсанянға қарсы жекпе-жек өткізетін болады. Вангелистің жетістіктеріне көз жүгіртер болсақ, бірқатар халықаралық турнирлерде жүлде алған. Дегенмен де ресми старттарда Европа чемпионаттары, Европа ойындары, әлем чемпионаттарының барлығында алғашқы айналымнан аса алмаған. Қазақстандықтардың арасында Рио Олимпиадасының күміс жүлдегері Василий Левитпен 2021 жылы Белградта, яғни Сербияда өткен халықаралық турнирде жолдары түйіскен екен. Айтпақшы, Данияр үшін бұл қарсылас бейтаныс боксшы емес. Екеуі шаршалаң төрін бөліскен. 2023 жылы олар да Сербияда өткен халықаралық турнирде шаршалаң төрін бөлісіп, 4-1 есебімен грек боксшысы жеңіске жеткен болатын. Ендеше Даниярда қарымта жекпе-жекте есесін қайтаруға үлкен мүмкіндік деп есептеймін. Ең соңғы болып шаршалаңға көтерілетін аса ауыр салмақ дәрежесіндегі ұлттық құрама капитаны, екі дүркін Азия чемпионы Айбек Оралбай. Оған қарсы ақтық бәсекеге берілер жолдаманы сарапқа салатын ұлыбританиялық Дамар Томас есімді боксшы. Томас жастар арасында 2022 жылы әлем чемпионатында күміс жүлдегер атанды. Ересектер арасында Ұлыбритания чемпионатының екі дүркін жеңімпазы. Және де өткен айда Испанияда өткен боксам элит халықаралық турнирінде чемпион атанған болатын. Бұл боксшы 2023 жылы Қазақстанда өткен біріккен оқу-жаттығу жиындарында ұлттық құрама боксшыларымен бірге жаттыққан еді. Сол сәтте Айбекпен бірнеше спаррингтер өткізді. Себебі ол кезде де Томас 92 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсетіп жүрді. Сол кездерде Айбекпен естелікке суретке түсіп те үлгеріпті. Мінекей құрметті қазақ боксының жанкүйерлері, төменге шығарылымға байланысты пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Боксшыларымыздың қарсыластарының арасынан ең азулы қарсылас ретінде кімнің қарсыласын көресіздер? Жігіттерімізге сәттілік, жеңіс сәттеріміз көп болсын. Қазақ бокс жасасын.